ден саулығыңызда жақсы болады, өзіңізде жақсы боласыз. Және мен мына буын би дедім ғой, буын би қойдым. Буын би енді билегенде бүттін денеден биле, мына буыннан ойнамайтын жеріміз жоқ. Туалайды. Соның үшін мен буын би дедім. Буын би дейік, бақсы би дейік, әйтеу қара жорғамен кете берейік. Жалғызақта мүзігін ауыстырмауымыз керек, мүзігін жақсылап отырып мүзік шығаруымыз керек, домбыраменен. Одан ендісі ақырын болады. Өлеңменен түрлі мүзікімен шығарып жатырмыз, қара жорғаны. Жақсақ, енді осы қара жорғаны бұзылып барасыңдар деді. Қара жорға бұзылып бара жатыр, мүзігі бұзылып бара жатыр. Мүзік бұзылғаннан кейін әрекет бұзылады. Бәрі бұзылады. Қазір мәселе ана жігіт айтқандай неше түрлі мүзікпен кетеді. Әндермен айтып жүрдіңіз. Оны өзі бұрынғы ата-бабамыздан қалған қара жорғаның күйін тауып, тапқанда не белгілі домбыра. Жобасын білсе, оның... Жобасы олмай. Бар. Сіздер оркестрдан жиыңыздар, мен барып, сіздердің оркестрадарыңыздың әрекетін, домбыраның әрекетінде көре билеймін мен. Мәселе сіз кайт қақсаңыз, мен соған көре билеймін. Жақсы. Жоғары билейсің бе? Жоғары қағасыз ба? Жоғары ұшам, төмен қағасың ба? Төмен. Оңға ма, солға ма, арқаспен билейсіз, арқаққа байланысты. Иә. Ал әзіргі әйтеу енді бұғанда шүкір деген секілді біздің. Жоқтан бар жасап жүрміз ғой, қайтеміз. Мобайы ғой, мобайы. Сол кәнде, әйтпесе бұны мұнау қара жорғаның мүзік емес, бұзылып бара жатыр. Қазір мәселе Қытайда неғып алды? Мектепке гимнастика мүзігі сабағына кіргізді. Қара жорғаны ма? Биледі. Ал енді бұған Қытайдың өзінің бір домбыра қысаған бір мүзігі бар. Аспап. Соны біреуін қосады да, ертең мынау біздікі болатын қазақта жоқ болақса Қытай. Сондықтан біз тездеуіміз өте жылдап. Қазір біз сол балаларға арналған нұсқасын да жасау үстіндеміз. Ашық айтқанда біз 3 түрлі нұсқасын жасамақшы болдық. Жәкең бітірсін. Бұны біз жүйелі түрде ойлағанда, күндіз-түні ашық айтқанда менің өз ұйқымда күлкімде осы қара жорға. Шынымды айтайын, мен тұшастыққа басым өзі 3 сағат, 2 сағат тиеді. Неге? Жаңағындай осы аранжировка жасауымыз бар, ән реттеуіміз бар, би, қандай жерге қандай дәріптеу керек, қай жерге шығуымыз керек, қағаз жұмыстарын қайда кіргізуіміз керек. Түгел күндіз-түні осы қара жорған жұмысымен жүрген жайым. Аға, былайша айтқанда кем болса, қазын бар. Біздікі жаңа соны қолғанатты баласы секілді жүгіріп жүрміз, мысалы. Ал айтып отырған бұны 3 түрлі жасасақ деп ойлаймыз. Үлкен қарттары билейтін түрі. Енді өзіміздің идеямыз ғой бұл енді. Әлі қырып жұратын көрді. Орта буын жастар билейді, сәби балалар билейді. Оны 3 буындан әкел алып көрсетеміз. Анда түрлі билеген, жаңа билердің әр түрлі, 20 түрімен, 30 түрімен, 40 түрімен көрсетеміз. Жаңадан ең озық деген балаларды, жастарды көрсетеміз. Қайсын таңдамалар, қайсы анаға ұнайды. Жас кіші демеңіз, ақыласы аға түндейді. Сол секілді біз баладан да алуымыз керек, орта буыннан, көнден де алуымыз. Бұны әр түрлі деңгейде шығаруымыз керек. Көрдіңіз бе? Бір жерге қатып қалмауымыз керек. Ал киімді таза ұлттық. Мен анау сұхбаттарда да айтып жүрмін. Кіндігіміз ашылмайды бұнда. Омырауымыз жалаңаш көрінбейді, балтыр ашылмайды. Таза ұлттық қос етекпен өзі. Істегеннен кейін майын тамызып отырып, тамаша көне кездегі былайша айтқанда сақ бабаларымыздың киіміне дейін үлгілерін алуымыз керек. Ұлттық бейнесін шығарып отыруымыз керек. Бір қарағанда кім дегізуіміз керек. Және бір ғана қара жорғамен тоқталмау керек. Бір ғана қара жорғамен тоқталмауымыз керек. Оның бәрі келесі санда ғой. Әзір осында ген айтайын. Сондықтан бұда әлі айтылмай жеткен недер көп құндылықтар. Көп жағдай. Не үлкеніңіз біледі ғой. Расында домбырамен орындалады. Мына жерде жаңағы 13 мың адам билеп бір жолда кеңестер рекордына кіргізген кезде Қытай бұған үлкен реформа жасады. Неге бұл компартия ғой. Компартия болғаннан ода жаңағы өзіміздің қазақтың домбырасы бар. Оның ішіне әртүрлі әзіргі заман музыкаларын кіргізді. Қытайдың музыкаларын, өздерінің осы суарда тұратын 13 ұлттың музыкасынан кірістірме бар. Ал бұл бізге кішкене жаттау. Себеп, мен осының бәрін сатып алдым. Ана ұшақпен төбесінен түсірген жаңағы фильммен, күйін, биін түгел мен сатып алып келдім. Менде архив бар, түгел сатып алдым. Мен осы жөндегі архивтерді сатып алдым. Неге? Қара жорға нұры жұмы болар екен, менде тұр олу керек сөз. Осының бәрін алдым да,
ана күні асығыстау болды. Мына Астана шақыртып қалды бір Қаражорға ұжымынан нөмір керек дегеннен кейін 5 күн ішінде осыны жаңағы мына сериалы әннің айтуымен абызғы деген аспаппенен Қаражорғаның түп нұсқасы бойынша жаңағы түп нұсқасы ол жерде 4 жігіт орындаған күркіреме дауыспен жаңағы гордовой пенемен орындаған бұл жерде. Ал қазіргі сіздер бірнеше түрі бар деп отырсыздар, осыған мен анықтама берейін. Алтайда Тайыр Белгібай деген күйші болған, білесіздер. Осының Сал Күрең деген күйіне билеп жүр көп. Раттара жеп жеңіл. Ал енді біреу Келіншек деген күй бар. Соған билеп жүр Қаражорға деген. Үшінші мынау Айкөздегі Сарбасов деген жігіт, Мұратбек Сарбасов. Ол мынау Қыз жібек Төлегеннің беташарында киноғындағы Шегенің беташары. Сол жаңағы осы үшеуі де Қаражорға емес. Бәрінің жаңалық билеп жүргенін бәрі Қаражорға деп жүр. Қаражорға емес. Қаражорғаның түп нұсқасы олай емес. Ол басқа. Ол асықпай орындалар домбырамен. Әнші әдемі ритмі бар. Оның нотасы бар ма? Оның бәрін мен сіздерге қолдарыңызға түсіндірейін. Сол оригиналын берсеңіз болды. Нотасы не бізде тыңдасаң болды. Тыңдатамыз. Санға түсіреміз ғой, айналды. Соны жаңағы осы күйден мықты шебері болған Мұқаш Таңғыт деген ағамыз шертті осы жолға қарай жүріп. Бірақ ол кішкене асығыстау жасалды. Дегенменен черно-белый вариант. Екі түрлі вариант несін форматын жасады. Енді алдыда осы жаңағы ойымызға алып қосарымыз, соны домбырамен көлемдестіріп 5 адам емес тіпті. Одан да біз 1000 адам, 2000 адам алып шығуымыз қалды. Енді Құдайға шүкір сосын ғой. Сөйтіп отырып көлемдетіп түсіруіміз қалды. Сөзді көйлеті қанша бұл? Ол көйлеті мынандай. Әркім өз білгені бойынша жазып жүр. Ол нағыз қазақи тілде көне тілмен алғанда былай болатын. Қаражорғада былай айтылады. Жауырма қақпақтай, жұдырығы тоқпақтай, дізгін іліп тісіне табақ-табақ ет тартқан дейді. Қазақтың көне сөздері. Жорғаның үстінде атпенен келген, жорғанып келген. сондай сөздер айтты там. Су көтеретін Иә, кигіз үйге келіп ет тартқан табақ. Міне қазақтың рухы бар ма жоқ па бұда? Сүріп жасаса қали. Иә, осы сөздердің бәрі бар. Айтпаса анау кемпір жүрсе кеңгілдеп шумағы, 14 шумағы, 17 шумағы бәрі бар енді. Жазылған. Дайын нұсқасы. 17 шумаққа дейін бар ма? 17 шумаққа дейін бар. Ал әзір мынау жас ақындар шығарып жүр. Менікі, мынаны мен жазғам, анау мен жазған деп әншілер көбейіп жүр. Оның бәрі қазақша әншілер көбейіп Осының арасы жаңбырдан кейінгі сағыролақ секілді көбейіп. Осында ретке келтіру. Осыны біз менің бағанаға айтып отырған сөзім неге айтып отырмын? Мен оны біреуге бір қызғанышпен айтып отырған жоқпын. Бір жүйеге келтірдік пе? Тарс біз балғамен ұрып мұсырға лақтырып, мынау қоқысуымыз. Мынау шындық міне. Мынау таза шындығы деп отыруымыз керек. Әрбіреуге елікпеуіміз керек. Нақ түп нұсқасын алуымыз керек. Тазасын алып алуымыз керек. қазір бір жақсы. Осыдан 5-ші айда ма недегі мына үлкен музейде мемлекетаралық не болды, көрме болды. Көрмеге жерге барып мен ұл қызым биледі, ертеңінде шақырыпты, әкенгесінде мен барып ұл қызым билеп жүргенде Америкада бір қыз келіп көреді ғой, көріп жүрген. Мына ұлымның киген киімін сатып алды. Америка емес Франция. Франция ма? Киімін сатып алып, сұрастырып, мен мынандай жақсы не көргем жоқ, би Францияға барып, мына киімді киіп, Францияға мына Қаражорғаны үйретем деп кетті. Көрдің бе? Ол жер темірдер да, мүзікті де біледі, биді де біледі. Соғыса жаңағы домбыра болса, оны ешкім сала алмайды. Ешкім сала алмайды. Еуропа болсын, Американ болсын, қай жерде сала алмайды. Ал басқа мүзік болса, 5 минутта бұрып кетеді. Сол үшін сондықтан онда біз мына Қаражорға би фестивалінің дирекциясының бір келесі отырысында Қаражорға биі тек қана домбырамен орындалатыны мойындалады деген бір сондай не қабылдауымыз керек қой деймін, иә? Солай шешім.